Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен телефонға сумочка чехол тоқитын боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңадан шығатын видеоларды алғашқылардың бірі болып көресіз. Күлчектің көмегімен осы видеодағыдай 35 тор көзін тоқып шығамыз. Енді тор тізбегін басы мен соңғы жағын қосамыз. Бастапқы тор мен соңғы топтан тордан крючокпен жіпті шығарып аламыз. Сосын сол алған жіптен тағы да бір жіпті тор көзден көтереміз, тағы бір жіп. Содан кейін қайтадан осы тордың ішіне полустолбикті тоқимыз. Онан кейін әрбір тор көзден бір полустолбиктен крючокпен тоқып отырамыз соңына дейін. Енді екінші қатарды оқимыз. Тор тізбегін басы мен соңғы жағын қосамыз. Бастапқы тор мен соңғы тордан крючокпен жіпті шығарып аламыз. Пайда болған тордан тағы бір жіп көтереміз. Крючокпен бастапқы тордан тағы бір полустолбик тоқимыз. Содан кейін келесі тор көздерді тізбектерін полустолбикпен тоқып шығамыз.
Енді осылай мынау үшінші қатарға да келдік. Оны үшінші қатарда істегенде де жаңағыдай әдіспен істеледі. Ана өзі ойық болып көрініп тұрады, сол жерден жіпті екі жіптен суырып алғаннан кейін бәрі бір тегіс қатар болады. Одан бір петляны жоғары көтеріп аламыз, және осы торға қайтадан тағы бір жіпті көтереміз полустолбикті. Солай арт жағынан тағы кете береді. Келесі тор көздерді полустолбикпен тоқып шығамыз. Енді мына жерде арасына көк жіп қосып тоқып жатырмын. Осыны қалай істеуін көрсетейін. Бұл жерде жаңағы мынау торкөз, соңғы торкөзден бастапқы торкөзден көк жіпті шығарып аламыз да, анау негізгі жіп қызыл жіп қой, сол қызыл жіпті тартамыз төменгі жағынан, тартамыз. Сонда бір петля шығады. Енді осы біз петлямен енді көк жіпті қосып, жаңағыдай тәсілмен бір жіпті көтеріп аламыз, және осы істеліп жатқан торкөзге қайтадан көк жіппен полустолбик аламыз. Сонан кейін келесі торкөздерден осы көк жіппен тоқып шығамыз. Сонда әдемі узор шығады. Енді мына чехолдың астын жабу үшін екі жақ қабырғасын біріктіреміз. Өрілген торкөздерден, мына видеода көрініп тұрғандай, жіптерді өткізіп, осылай тоқып шығамыз.